ара қатынастарың енді жақсы жаққа қарай дамып жатқан сияқты инстаграмда көрінді. Ата анамен таныстыру ондай болды ма? Папам уже кәдімгідей тойға дайындалып кеткен, негізі папам әлі білмейді. Сол үшін мен жүрегім ең қатты ауырғаны мен ата анам үшін. Бірақ ол жігіттің біз түрін көрген жоқпыз өкінішке орай. Сол жігітпен ара қатынас қазір жоқ, тоқтаған сияқты. Тоқтатуға асықтым, білмеймін неге екенін. Екінші отбасы бар шығар деген сияқты. И көп адамдардан мынандай бір сұрақтар болып жатады, сен 200-сің ба деген сұрақ болады. Ол сұрақ менің жігітімнің тарапынан да болған негізі. Мен сен жобадағы жалпы өз-өзін ұстануыңа, соңыңа қатты ғашық болып бардым дейді. Сен өмірде кішкене басқашасың дейді. Мүмкін тәжірибелі қатысушы болғаннан кейін бұл жұлдыз ауру емес пе еді? Жана ханымда да агрессия пайда болды, менде де агрессия пайда болды. Бірақ ол кездегі сол шешімді мен күткен жоқпын. Сіздің ара қатынасыңыз жоба сыртында жалғасады деген сөзді мен күткен жоқпын, әрине жоба тарапынан. Редакторымен сөйлесу болды. Маған айтты, Меруерт, не болды саған, сен ондай емес едің ғой деген сөздер айтылды да маған. Кез келген адамның шыдамының шегі болады. Сәлем, не әңгіме YouTube жобасының көрермендері. Бүгін бізде жаңа сұхбат, ашық сұхбат, өздеріңіз сұхбат жасашы деген спикеріміз шақырдық. Меруерт Бауыржанқызы. Дұрыс қой? Барлықтарыңызға сәлем. Меруерт Бауыржанқызы менің отчеством, бірақ қазір көбінде Инстаграмда солайынан танығаннан кейін сәлем барлықтарыңызға. Қош келдің. Жалпы жағдайың қалай? Жағдай жақсы, шүкір, жемендеп жүріп жатырмыз. Енді тура бір кететін уақытында ма бір біздің эфирге ренжіп, эфирден шығып кеткен кездерің мен көріп қалдым интернеттен. Енді сенің сұхбатқа келетін кезде мен зерттедім ғой. Жаңа бұрынғы видеолары, ең соңғыда не айтқан деген сияқты. Сол кездегі реніш бұл редакцияға ма, әлде қосай ұжымына ма, қалай болды сол? Жалпы негізінде дәл сол моментте барлығымызда бір эфир болған кезде түсінесің ғой, бір эмоцияны ұстай алмай қалатын сәттер болады да. Ол кезде бір менің тарапымнан қатты ашуға мүмкін кеткен себеп болды. Бірінші себеп ол қатысушылардың барлығы маған қарай атака жасап бастады. Баланс болған жоқ ана жерде былай айтқан кезде. Барлығы маған сен ол жігітті уже қатты жақсы көріп қалғансың, ал ол менде ең слабый жер болды да. Алдыңғы сезонда маусымда білесің, бір как будто бір мен өзім сезім білдірген сияқты момент болып қалғаннан кейін қайтадан мен сол нәрсеге әкеліп салып жатқандай болып қалды да. Менде ол кезде қатты стресс болды, психический андай айтсам, мен даже психологтың көмегіне жүгінген сәттер болды. Өйткені сол сезоннан кейін, сол маусымнан кейін самооценка қатты құлап кетті былай айтқан кезде. Бұрын менде самооценкамен мүлдем проблема болмаған негізінде, бірақ сол кезде самооценкамен проблема болды. Үшінші маусымнан кейін, иә? Үшінші маусымнан кейін жаңағындай сен жігітке өзің бірінші сезім білдірдің деген әңгіме болды ғой бізде. Содан кейін мен психологтың көмегіне жүгініп жаздай сол кішігірім жұмыс істеп психологпен. Сонымен ана жерде отырған кезде бір кездесуден кейін келіп жаңағындай жігіт маскамды шешпеймін деп айтқан болатын. Біз ол жайында екеуміз сөйлестік. Мен айттым, хорошо, пока сөйлесе берейік, осылай бәрі жақсы болып кетсе, ол на будущем может мен шешіп қаламын деген ода ой болды. Содан кейін қатысушылардың барлығы сен қайтадан сол жігітке өзің қайтадан жығылып жатсың, басыңмен кетіп жатсың деген әңгімелер болды. Сол кезде мен қатысушылардың тарапынан мына бір сөзді айтып қалдым. Сендердің бес бидайларың күймесін деген. Сол сөзден кейін Диана ханым маған ренжіді. Сен неге ондай сөз айтып жатсың, қатысушылар сенің отбасың деген сияқты. Кезінде ол сөзді мен өзім айтатын. Пікірді көтере біліңдер, біз бір отбасымыз деген сияқты. Бірақ мен ойлаймын, ол жерде сендердің бес бидайларың күймесін деген сөз біреудің жекесіне, намысына тиіп кететін сөз болған жоқ. Тек қана мен өз-өзімді қорғадым десем де болады да. Сол сөзден кейін уже Жана ханымда да агрессия пайда болды, менде де агрессия пайда болды. Көтере алмай қалдым. Көтере алмай қалдым, иә. Мен негізі сол маусым басталғалы бері шыны керек көмілу деп жатамыз ғой біз былай қарапайым тілде айтқанда. Көмілмеппін да, мен мүмкін сол нәрсеге үйреніп қалдым ғой деймін сол моменттерде. Келді, сол сөздер болды. Бес бидайларың күймесін деген сөзге ашуланғаннан кейін барып, менің аузымнан мына сөз шықты ғой. Онда жоба кіргізбесін маскамен деген. Не үшін маскамен кіргізеді? Менің ойымда сол кезде жеткізгім келген нәрсе қатысушыларға, сендердің не бес бидайларың күйіп бара жатыр, жоба кіргізді ғой маскамен ең бастысы. Онда сендер не үшін оған күйініп жатсыңдар деген сөзді жеткізгім келді, бірақ оны ашудың үстінде айтылғаннан кейін екі жақта біз бір-бірімізді дұрыс түсінбей қалдық. Ал негізінде ертеңіне мен бардым ғой, сол кезде мен рекламаға шығып кеттім. Шыққаннан кейін бізде редакторымен сөйлесу болды. Маған айтты, Меруерт, не болды саған, сен ондай емес едің ғой деген сөздер айтылды да маған. Осы уақытқа дейін мінезіңді көрсетпей, енді қазір осындай моментте не үшін сен мінезіңді көрсетіп жатсың деген реніштер болды менің тарапыма. Сосын мен жылап қалдым.
мен сразу реклама басталған кезде мен жылап шығып кеттім сыртқа, сол жерде жылап отырдым. Сосын айтты, неге сен өйтіп өзіңнің характеріңді көрсетіп жатсың деп. Сонымен мен айттым, мен не істеп қойдым сонда мына жерде деді. Мені қайтадан баяғы Меруерттің қалпына түсіріп жатыр. Сен жігітке өзіңнің сезіміңді білдіріп жатсың деген нәрселер қазір қайтадан сырт көзге солай көрініп қалады. А мен ондай болғым келмейді деп сөйтіп жылап қалдым. Сосын айттым, қазір ішке кіріп кешіріміңді сұра деді да редактор. Мен ол кісілер біздің как анамыз ретінде болып кеткен ғой сол жақта. Сосын мен айттым, басында мен жынданып тұрмын, эмоциям жоқ, мен ешкімнен кешірім сұрамаймын деген сияқты. Бірақ ішке кіргеннен кейін уже ашуым басылды. Ашуым тез басылатын адамдардың қатарынан кірдім да, мен кешірімімді сұрадым. Бірақ ол кездегі сол шешімді мен күткен жоқпын. Сіздің арақатынасыңыз жоба сыртында жалғасады деген сөзді мен күткен жоқпын, әрине жоба тарапынан. Бірақ оңтайлы шешім болды. Өзімнің де сол уақыттардың алдында, жобаның алдында, сол мені шығармастан бұрын кеткім келіп жүрген ойлар болып жүрген. Өйткені ақша жағынан қысым болып кетті, жұмысым жүрмей қалды, кәсіп қой енді бәрібір дегенде, косметолог болып жұмыс істегеннен кейін клиенттердің бәрін жоғалтып алдым. Мына жақта білесің, квартираны ақша төлеп тұрасың, проезің бар деген сияқты. И сол жерде мен ешқандай ренжіген жоқпын. Наоборот, кетіп жатқаныма мен кішкене болсын бір қуанғандай болдым. Шықтым, өткенде жігіт маскамды шешпеймін деді ғой. Ол жерде пайда жоқ еді да, былай айтқан кезде. Ол маскасын шешпейді. Халыққа ол каждый раз шыққан сайын сен маскаңды шеш деген сияқты әңгімелер болады. Сол үшін сол күні шықтым жобадан. Ертеңіне бардым заттарымды алып кетуге. Сол кезде енді бір күн бойы үйде ойланып, толғанып, қай жерде менде қателік болды, қай жерде кімде қандай қателік болды деген сияқты ойлар болды. Сонымен Инстаграм шулап кетті. Ертеңіне барғаннан кейін, бірақ мен барлығынан кешірім сұрадым. Эфирда ол бөлек кешірім болды. Оған дейін мен таңертең заттарымды жинап жүрген кезде айттым, ренжімеңіздер, кеше эмоциямен шығып кеткен әңгімелер болды. Енді бірақ мен артық бір нәрсе айтып қойдым деп те ойламаймын ол жерде. Тек қана сол реніш жаңағы маскаға, жоба маскамен кіргізбесіне, енді жоба мен үшін ол жігітті кіргізіп тұр ғой, а мен как будто міндетсініп отқандай болып қалдым да, онда не үшін кіргізіңдер маскамен деген сияқты. Сонымен мен айттым, ренжімеңіздер, алла қаласа, енді маған айтты ғой, тойыңыз ұзатуыңыз болса, келіп жасайсыз осы жерде ұзатуыңызды деп. Айттым, Құдай қаласа тойға келеміз деп, сондай бір ойлармен ертеңіне кешірім сұрап кеттім негізі. Ал дәл қазір мен жобаға бір ренішім бар, мен жоба өтті бүйтті деп айта алмаймын. Өйткені мен жобадан көп нәрсе алдым. Айтты ғой, жаңа айтып қалдың ғой өзіңде. Бұрын соңды бұндай мінез көрмеп едік деген сияқты, бұл енді мүмкін тәжірибелі қатысушы болғаннан кейін бұл жұлдыз ауруы емес пе еді? Жоқ, мен жұлдыз ауруы деп ойламаймын. Мен негізі жұлдыз ауруымен ауырдым деп те ойламаймын. Өйткені ол жерде қалай болды, характер не үшін шықты, кез келген адамда ол характер болады да. Үндемей келіп сөйтіп сөйлеп қалған адамдарды кейбіреулер ойлайды, ой сен 200-дісің, я болмаса сен вот истинный лицо осындай деген сияқты. Жұлдыз ауруы деп те ойламаймын, және де кез келген адамның шыдамының шегі болады. Сабыр түбі сары алтын деп оны қаншалықты отырғанымен де бір күн болмасын бір күн жарыласын деген сияқты ғой. Үндемейтін адамдардың ашуы негізі қатты болады. Сол кезде менде сондай бір ашу шықты. Қатысушы болып жүрген кезде енді айттың ғой, кәсібім бәрі тоқтап қалды, ақшадан қысылу болды деп. Негізінде қатысушылар постоянно ақшадан қысылатын негізді ашық айту керек деп ойлаймын көрермендерге. Өйткені қатысушы болып отыру оңай емес. Өзің білесің, бүкіл уақытың бәрі сол жақта кетеді да. Сосын ақшадан қысылып, бұл айтқанда енді адамдардың бәрі ойлайды ғой, что шалқы өмір сүреді. Теледидардың алдында отырғаннан кейін, көрерменге біз бір нәрсе көрсетіп отырғаннан кейін бәрібір де ойлайды ғой, бір ой ақшалары көп бұлардың деген сияқты. Негізі олай емес. Біз қарапайым адамбыз. Тек қана ол жерде біз өзіміздің жартымызды іздеп отырған қарапайым адамдармыз. Азаннан кешке дейін сол жерде отырасың, кешке шыққаннан кейін енді жұмысқа жүгіретін постоянно көретінсің. Суббота, воскресенье демалмайтынмын. Вот солай жұмыс істегеннің өзінде де ақша жеткіліксіз болып кетті енді. Сол себепті де біз сіздер сияқты қарапайым адамбыз. Бағана айттың ғой, сен эфирден ескертусіз шығарып жіберді негізі. Оған ренжіген жоқсың ба? Жоқ, ескертусіз шығарды дегенде қалай болды? Негізі сол момент айттым ғой, мен өзімнің шыққым келіп жүрген ниет болған. Сол себепті менде ешқандай реніш болған жоқ. Бірақ реклама кезінде айтқан жоқ саған, иә? Ешкім білген жоқ. Ешкім айтқан жоқ. Бір жағынан мен келген кезде маған былай айтты, сіздің орныңыз сақтаулы болады, келем десеңіз орныңыз міне, егер ұзатуыңыз болатын болса, ұзатуыңыз жасап береміз деп. Сол себепті мен бір шығарып жіберді деп те айтуға келмейтін сияқты да, бұл жерде халықты солай ойлап қалды, сол жерде мені шығарып жіберді деп. Мені сондай бір ұсыныспен, яғни
вот маскамен бірақ по факту келгенде сондай ғой. Иә, бірақ жобаға қайтадан мен бір рет шақырту алдым, мен бас тарттым. Өйткені менде арақатынас болып жатты. Сол арақатынас болып жатқан кезде мені шақырды қайтадан. Мен айттым, мен ол жерге барып, менде ешқандай резон жоқ, потому что мен арақатынастамын, ал ол жерге мен барсам, ол адаммен арақатынасым құртылады керісінше. Өйткені енді түсініп тұрған шығарсың, ол жерде экс түсінген шығарсың, экс жігітім болды деген сияқты ғой. Сол себепті де мен ол жаққа барудан бас тарттым. Сен жеке басыңа байланысты бір-екі сұрақтар бар. Алматы қаласында қыздармен бірге пәтер жылып тұрасыңдар, ол жағын білеміз. Отбасың туралы, толыққанды отбасынан шыққансың ба, сол туралы айтып жіберсең, бір-екі ауыз сөз. Кстати, көбісі мен папамды жоқ деп ойлайды екен. Мен де көрген жоқпын, поэтому сондай бір сұрақ болды менде. Папа енді не медийный личность деп жатамыз ғой. Өзін көрсеткенді ұнатпайды. Арасында Инстаграм папам бар деп суретін бір салып қоятыным бар. Бірақ әке шешем Аллаға шүкір бар, әжем бар, үйде 88 жаста үлкен. Әжем қолында өстім кішкентай кезімде. 2 бауырым бар, менен кейін 2 інім. Вот, толыққанды отбасыдамыз, Аллаға шүкір. Бағана енді маскадегі жігіт деп айтып отырмыз, таныстықта жүрген жігітім деп айтып жатсың, аузыңды тастамай. Таптым ау сені деген инстаграмда видеолар болды. Кәдімгідей бір әдемі бір жұп ретінде көрсеттің, бірақ ол жігіттің біз түрін көрген жоқпыз өкінішке орай. Сол жігітпен арақатынас қазір жоқ, тоқтаған сияқты. Мен соңғы посттарыңа қараған кезде соны толықтырып айтып берсең. Иә, негізі өкінішке орай деп айтайын. Арақатынасын тоқтағанда примерно бір 2 аптаның көлемі, даже одан көп болып қалған шығар. Расымен де басында барлығы өте керемет басталды бізде. Мүмкін көз тиді ма, білмеймін. Көз тигеннің өзінде де мен көп көрсетпеуге тырыстым арақатынаста. Көп адамдар сұрады, көрсетсеңізші, бет-жүзін көрсетіңіз деген сияқты. Енді ол кісі біреулер айтып жатыр, екінші отбасы бар шығар деген сияқты. Не үшін ол бет-жүзін көрсетпейді деп. Сондай да ойлар болды көп адамдарда. Бірақ мен 100% сеніммен айта аламын, екінші отбасы жоқ. Ол жағы маған бәрін дәлелдеп ашық көрсеткен. Ол жағынан ешқандай күмән жоқ. Және де арақатынасын тоқтағаны рас, басы күшті басталды, бірақ аяғы осылай болып қалды. Айырылысудың нақты бір себептерін айта аламыз ба? Негізі себептер көп болғанда, бірнеше себеп, ондай көп емес. Бірақ енді ол адамды мен жамандай алмаймын. Былай айтқан кезде негізі бізде бәрі өте керемет басталды. Мен ол адамды өзімнің болашақ ер азамат ретінде көре алдым, ол да мені болашақ өзімнің жары ретінде негізінде көре алды. Махаббат бізде болды. Бірақ уақыт өте келе не өзгерді? Андай болады ғой. Конкретно букетный период болады басында, потом одан кейін кішкене бір махаббат кеткен сияқты кризисный не басталады ғой этап. Сол этаптан біз, мне кажется, өте алмай қалдық. Ең бірінші нәрсе ол расстояние, арақашықтық. Ол Астанада, мен мұнда. Біз айына бір-ақ рет кездесеміз, бірақ күнделікті телефонмен сөйлесеміз да. Мен ойлаймын, енді оның өзі адамды кішкене бір қасында болмағаннан кейін бір бауыр басалдай алмайсың ол адамға, сол алыстық, арақашықтық бізге әсер етті, және де қызғаныш деген нәрсе бар ғой, сол нәрседе қатты әсер етті деп ойлаймын. Ол ана жақтан қызғанады, мен мына жақтан қызғанам. Сонымен арада сенімсіздіктер, солай-солайнан болды да. И біз ақылмен, шешіммен ұрыс болған жоқ біздің арамызда. Екеуміз сөйлесіп отырып, ары қарай бұлай жалғасқанын қаламаймыз. Инициатива менің тарапымнан болды. Мен айттым, осы жерден тоқтата салайық. Мен ары қарай бұлай шыдай алмаймын. Өйткені жігіттің тарапынан внимание азайып кетті, көңіл бөлу деген нәрселер. Мүмкін мен шыдамсыз болып кеткен шығармын сол моменттерде, и тоқтатуға асықтым, білмеймін неге екенін. Өйткені менде қайтадан анандай стресс басталды. Арақатынаста болып жүріп стресс болған өте қиын. Бұрынғы бастапқы кездегі адаммен кейінгі адамды екеуін салыстыра бастайсың ғой. Сол кезде екеуміз де бір-бірімізге уже өзгеріп кеттік та. Вроде махаббат бар, сезім бар, бірақ внимание жоқ деген сияқты. Сонымен мен асып кеттім 3 килограммға. Мен андай адаммын да, көңілге тез алып стрессқа батып кететін адаммын. Хотя ол маған ауыр сөз айтқан жоқ, жаңағындай өз-өзің жеп қоясың. Иә, өз-өзімді жеп қоямын просто. Вот. Ал былай ондай жаман нәрсе істеді дейтіндей, немесе менің тарапымнан жаман нәрсе болды дейтіндей себеп жоқ. Тек қана ересек адамдар ретінде болашақ кішкене көрмегендей болып, сонымен осы бастан тоқтатайық дедім. Өйткені менің жасым қазір тұрмысқа шығатын жаста.
уақытымды құр босқа кетіргім келген жоқ былай айтқан кезде. Ара қатынастарың енді жақсы жаққа қарай дамып жатқан сияқты Инстаграмда көрінді. Ата анамен таныстыру ондай болды ма? Жоқ, біз ол этапқа дейін жеткіміз келген. Негізінде план бойынша бізде былай болған, майда ата анамен танысу, одан кейін уже жазға қарай тез той жасап тастаймыз деген пландар болды екеумізде де. Мен қуанып, ол да қуанып сөйтіп жүрген болатынбыз. Сонымен сол арада оның әкесі ауырып қалды. Сонымен уже біз кішкене ары қарай ысырдық. Кішкене күте тұрайық, бір қалыпты болып алсын деген сияқты. Сонымен сөйтіп жүрген кезде уже біздің арамызда жаңағындай кризисный момент пайда болды. Оған дейін бірақ ол жігіт мен үшін бәрін жасады. Айтқан кезде енді басында қазір айтатын шығар, эфирға келген кезде қандай қыл мақтадың, қайда сол жігіт деген сияқты. Действительно сол эфирде айтқанымдай жігіт жаңағындай джентльмен деп жатамыз ғой, барлығын жасап мен үшін, менде проблема болса соны шешіп беруге тырысып, мен аузымнан қандай сөз шығады соның барлығын жасап, ол жағынан енді мен ол кісіге алғысым шексіз. Сол бір ай болсын бір эйфория әлемінде өмір сүргендей сезім болды. Бұрында Ақтөремен арақатынас болған кезде біз енді барлығымыз білеміз қандай болған, сен жақтан жігітке внимание қатты көп болғанның кесірінен Ақтөре кішкене тартыншақтады деп ойлаймын. Бұл жолы да сондай болған жоқ па? Қатты внимание беріп жүрген жоқсың ба? Негізінде андай адамын да, қалай айтсам болады. Бауыр басса өзіңіз ұстай алмай қалатындай. Андай адамды өзімдікі деп сезінген кезде мен действительно ол дұрыс емес деп ойлаймын. Границалар көрмейсің. Өзімді ұмытып кететін сияқтымын да, андай бар көңіліммен сол адамға беріліп, ашылып деген сияқты. Негізі ол дұрыс емес, ол менің бір ақкөңілдігімнің де кесірінен деп ойлаймын негізінде. Потому что кез келген адамға сондаймын мен. Не то, что там жігіт, мен жалпы кішкентайымнан айналамдағы адамдармен тез сөйлесіп үйреніп қалған адаммын да. Мені қазір танымайтын бір 90-дағы ата-апамен отырысып қойса да, мен сол кісілермен сөйлесіп кетемін да, ашылып. И действительно, мен қазір бұл арақатынаста тағы айтылмайтын нәрселер бар да, негізінде не үшін тоқтаған арақатынасын. Екі жақтың тарапынан да ол екеумізге де ұнамағаннан кейін тоқтап тұр да бұл арақатынас. Оны айта алмаймыз, жеке бастың құпиясы деген нәрселер болады ғой. Енді арақатынас бітті ғой, неге айтпасқа? Жоқ, бәрібір де жеке бас. Или қосылып кету қаупі бар ма? Кім біледі деген ба? Просто жеке бас құпиясы деп сақтап қала салайық. Бірақ ол кісінің жаман деген емес, мені жаман деген емес, ортада бір құпия бар. Интрига. Сонымен қалай айтсам болады? Мен дәл қазіргі арақатынаста ойламаймын, что мен вниманиені көп беріп жүрмін деп, екеуміз бір-бірімізге вниманиені теңдей бердік. Ол да аяп қалмайтын, мен де аяп қалмаймын деген. Бірақ ең соңында внимание кім тарапынан азайып кетті? Жігіт тарапынан азайып негізінде. Бұрынғыдай болмай мен бірақ бізде былай болатын. Мен никогда өзім звондамаймын. Өзім жазатын шығармын, бірақ мен звондап, қайдасың, не істеп жатсың, мазасын алмаймын. Өйткені тәжірибең бар уже. Бір жағынан жігіттің өзі ондайға допускать еткіздірмейтін. Ол маған айтатын да, менен саған не ұнайды деген кезде ол маған сұрақ қойған, мен айтатын, вот сен өзің іздейсің, вниманиеңді бересің, жаңағыдай жұмыт емессің деген сияқты әңгімелер болады сол кезде. Қолы ашық болатын да. И ол айтады да маған абырой емес қыз баланың өзі бірінші звондап тұрғаны деп ше. И сол себепті ол постоянно өзі звондайтын. Таңертең ұйқыдан тұра ма, жазады, қалайсың жаным, не істеп жатсың, күнің сәтті өтсін, тамақ іштің ба, вот бір-бірімізге взаимно болатын оның барлығы. Кейін осы ораза айы басталды, ораза айы басталғаннан кейін ол аузы берік болды. Сенікі? Серік? Мен басында бастадым, сонымен қатты ауырып қалдым да, сонымен аузымды ашып жібердім. Былтыр да тура солай бастағам, и мен түсіндім, кішкене менің денсаулығым оған жарамайтынын. Вот, и сонымен сол ораза кезінде енді адам бәрі ұйқысы келіп жүреді всегда сондай ғой, ол ұйықтай береді, ал бұрынғы внимание жоқ та былай айтқан кезде. Сосын ойлап бастайсың, әйел адам біз өзі сондаймыз ғой, кішкене внимание азайып қалды ма, біз уже ойымызда неше түрлі миымызға айналдырамыз, может басқа біреумен сөйлесіп жүрген шығар. Тем более басқа қалада. Тем более басқа қалада. А может осындай шығар деп уже миыма көп нәрселер келе бастады. Сонымен күнде уже ми жеу процесі басталды ғой былай айтқанда. Сен өйтпейсің, сен бүйтпейсің. Ол не деп жауап беретін еді ол кезде? Енді шаршап жүрмін, аузым берік, шаршап жүрмін, жұмыс көп. Жұмысы енді объемный да, енді оны түсінемін бір жағынан. Бірақ бәрібір де ақылың сөйтіп айтып тұрғанымен, түсінші ол жұмыс істеп жатыр, ол аузы берік дегенмен жүрегің басқаша айтып тұрады да. Қойшы, ол алдында да жұмысы болды ғой, неге солай көңіл білмейді саған деген сияқты.
сол нәрселер бізде сол үшін де. Рамазан айы біткенге дейін айырылысып кеттіңдер ма? Бітуге аз ғана. Ораза кері әсерін берді. Иә, ораза кері әсерін берді. И одан кейін, бірақ мен ара қатынастың тоқтағанын мен 2 аптаға дейін айтпай жүрдім негізі. Ешкімге айтқан жоқпын, ешкім байқаған жоқ оны. Оның алдында бір рет ұрысып қалғанбыз, айтпақшы, сол айырылысайын деп жүрген кезде, мен айырылысайық деген кезде ол жоқ, шыда, өтеді бұл нәрсенің бәрі деген кезде, тоқтатайық деген кезде всегда ұстап қалатын да ол мені. Маған не ұнайтын, сол ұнайтын жаңағыдай. Тоқтатайық деген кезде тоқтатпай өзінікінде тұрып алатын. Ұнайтын да, значит, мен адамға керек деген сияқты. Сосын бір күні осы женская логика бар осы. Балаларды жігіттердің бір шашына қартасыңдар. Ой, бір күні мынандай қызық болды бізде. Тоже солай ұрысып қалдық. Сосын мен ұрысқанымызды никогда инстаграмға көрсеткен емеспін. Оның алдында бізде, конечно, болды сондай ұрысулар, айырылысулар. Біз көрген жоқпыз. Иә, ешкімге көрсетпейтінмін да, өйткені бәрібір татуасатын болсақ, халыққа көрсету не керек деген сияқты. Оларға лучше бақытты күнімді ғана көрсетейін, ана жақта әке шешем көріп отыр деген сияқты да. Мен қатты ренжідім. Сөйттім да, осы уақытқа дейін енді менің айырылысайық деген сөзімді мүмкін андай тереңнен қабылдап жүрген жоқ шығар, несерьезно қабылдап жүрген шығар деген болды да. Сол жолы мен білдіргім келді, что мен действительно ол адамға ренжіп қалғанымды, айырылысқым келетінін. Айырылысқым келеді дегенде өтірік нәрсе ғой, былай айтқанда айырылысқым келмейді, сүйген адаммен айырылысқым келмейді негізінде. Мен аламын да инстаграмда сурет. Бұл манипуляция ма? Бұл манипуляция. Мен просто білгім келді, адамға настолько мен керекпін. Сол нәрсені біліп алғым келді да. И инстаграмнан суреттерді өшіріп тастадым. Бұрын жасамағам олай. Сторисқа видео салдым. Что өзім сөйлеп салған жоқпын, бір цитата салдым, что осындай қыз жоқ енді деген сияқты қылып ара қатынасын тоқтағанын бір білдіргендей. Сосын ол сразу көрді, маған жазды, өшір деді. Сосын мен айттым, өшірмеймін дедім. Сосын тұрды да, удали, пожалуйста, деді. Жоқ, басында анандай тонмен айтты, удали деді. Сосын мен тұрдым да, не удалю дедім, қырсығып алдым. 3 рет айтты, сосын тұрдым да, значит, с тобой все понятно, дед. Ты это все делаешь ради статистики, деп сөйтті. Тебя не изменить деп. Енді инстаграммен жұмыс істегеннен кейін бізде енді статистика деген нәрсе бар ғой. Бірақ құдай тұр ғой төбемде, мен оны статистика үшін істеген жоқпын. Егер мен статистика үшін бір нәрсе істейтін адам болсам, мен жобада отырғанда ол нәрселерді жасайтын едім деген сияқты ғой. Мен жобаға келген кезде подписчигім 5000 болса, қазір 74 000. Былай айтқан кезде ол негізінде аз. Өйткені мен ешқандай ешкіммен ұрыс керіс болған жоқ менің тарапымнан. Мен максимально өзімді түзу ұстауға тырыстым. Мен ата-анам, бауырларым, туысқандарым көріп отырғаннан кейін де статистика үшін мен никогда бір жақсы нәрсе істемесем, жаман нәрсе никогда істемегенмін да. И ол маған айтты, қазір мынаны өшірмесең, значит, сен осының бәрін статистика үшін істеп жатсың деді. Солай қыспақ қалды да кішкене. Сосын мен айттым, мен сенің алдында ақталып шаршадым, ойласаң ойлай бер дедім. Сөйтіп 2 сағаттан кейін өзім өшіріп тастадым, бірақ сонда да. Сосын татуасыңдар. Сосын я келді, татуастық, содан кейін бірақ 3 күннен кейін айырылыстық. Қайтадан сөйлесіп, соңынан отырып сөйлесіп айырылыстық. Мен ойлаймын, мүмкін ол жігіт Алматыда екеуің бір қалада тұрған кезде, мүмкін бір гүлін алып келіп, сөйтіп қосылып кетулері мүмкін еді. Бірақ бір шетінен ол кісі енді басқа қалада. Сөйтіп кішкене қиындау болып тұрған сияқты. Ол ұрысқан кезде ол астанада болса да гүлін жіберетін. Ұрысып ренжісіп қаламыз ғой, ертеңіне гүлін жіберіп кешірім сұрайтын да. Бұл тұста мен ойлап тұрмын, ол да түсінді, что бізде болашақ жоқ екеніне, и мен де түсіндім. Мен бір жағынан ойлаймын, мүмкін менің бәрібірде осы жобада отырғаным кішкене бір кері әсерін тигізді бұл ара қатынаста. Не үшін? Не дегенмен ол мені жобадан тапқанымен, жобада менде ара қатынас болды. Кейін болашақта біздің жаңағындай балаларымыз болып жатса, вот мен сен ол жақтан менде ара қатынас болды ғой, бір ғана ара қатынас болса да болды. И то ол ара қатынастың өзі қандай болып болды. Мен мынандай жігіттің артынан жүгіретін, өзіне бір сенімсіз қыздардың қатарынан сияқты болып қалдым да сол жерде. И мүмкін соның барлығы әсер еткен шығар деп ойлаймын. Өйткені бәрібір ер адамға қиын. Бірақ ол саған ашып айтқан жоқ ол туралы. Шет жағасында кейде бір әңгіменің арасында айтып қалатын, бірақ бүйтіп ашып біз ол жайлы айтқан жоқпыз. Мен бірақ өзім ойлаймын. Типа ұнатпайтын ондай жағдай болған. Иә. Қызғаныш деген сол өткен ара қатынасқа, менде де оның өткен ара қатынасына қызғаныш, сол үшін ренжісіп қалатынбыз. Ода да менің өткен ара қатынасыма қызғаныш. Вот сол нәрселер бізде кішкене ара қатынасты құртып жіберген. Енді екеуміз екі қалада тұрамыз деп айтып жатсың. Ара қатынас кезінде қанша рет кездестіңдер сонда? Ол келетін.
Алматыға келді. Алматыға келген кезде ең бірінші осы жобаға келген кезде болды бізде кездесулер. Ол кезде 4-5 кездесу болды. Өйткені Алматыда 10 күн болды. Вот сол 10 күнде біз кездесіп жүрдік. Ол осында келеді, жаңағындай қонақ үй жалдайды, болмаса апартамент жалдайды. Вот одан кейін біз общий айтқан кезде ол 3 рет келді ғой. 3 рет келді. Ол бірақ каждый день 4-5 күнге келіп кетеді. Болмаса 2 күн. Бір 10-15 рет кездесіңдер, 10-15 шықпайды ау. 10-ға дейін ба? 10-ға дейін бар шығар енді. Вот келеді, жаңағындай киноға барамыз. Көбінде жаңағындай кино, тамақтану и бірге уақыт өткізу деген сияқты ғой, қыдырып, таза ауада, солайынан өткіздік уақытымызды. Арақатынас жалпы қанша уақытқа жалғасты? Так, ол февральда келді ғой. Февраль, март, апрельдің біз қай уақытында тоқтаттық? 2,5 ай осында. Таныстықпен бәрін қосқанда 2,5 ай. Жақсы. Қазір ол жігітке деген бір сезім, махаббат қандай деңгейде? Баяғыда енді қатты ғашықтық сезім жоқ, бірақ бәрібірде іште бір жылулық сезім бар. Өйткені 2,5 ай болғанның өзінде де кәдімгідей ана адам саған бар бауырмашылдығын көрсеткеннен кейін ұмытып кету деген нәрсе енді ол оңай нәрсе емес. Тем более сен когда жүрекпен сүйсең ол адамды, менде қазір сезім өшіп кетті деп айта алмаймын, бар әлі. Уақыт керек. Уақыт керек, иә. Қыз баласына уақыт керек. Отношениям басында өзі солай болады, қыз балалар басында қиналады, өз-өздеріне келуге уақыт керек болады. Потом уже қыз баласы ұмытып бастап кезде жігіт жақтан біреудеңе пайда болып жататын нәрсе, ол уже көп жағдайда да. Сосын қызда қайттан басталады. В общем, 9-қа тағдырлар дейші. Аха, маған осы арақатынасын тоқтағаннан кейін өз-өзіме келуге әсерін тигізген ол бірінші нәрсе жаңағындай көп қыдыруға тырыстым. Өзіммен жеке қалуға тырыстым. Уақытын бәрін тек өзіме бөлдім. Күнде киноға барам, болмаса анда барам, мында барам. Депрессияға түспес үшін. Депрессияға түспес үшін. Өйткені үйде жатсаң, жылай бересің. Просто туп баласына жылай бересің. Бірақ жылағанда жақсы. Өйткені айтады екен ғой, әйел адамда жылаған кезде мына жерде комок пайда болады да, ол комокты шығармасаң, мына жақтың бәрінен аурулар өтеді негізінде. Адамның ауруының бәрі осы жақтан өтеді. Инфекция ауыздан кіреді ғой былай айтқан кезде. И оның бәрі кейін ауруға айналады. Сол себепті мына жерде комок тұрса, оны көз жастары арқылы шығарып тұру керек. Сол үшін арасында жылаған полезно, жылап алам. Жігітің туралы тағы бір-екі сұрақ қойсам жылайтын сияқтысың. Көзің бейді мөлдіреп барады. Иә, енді эмоция ғой енді барлығы. Қыз баласы болған кейін нәзікпіз деп ойлаймын. Мен еще тез жылағышпын ғой, білесің. Мияулап деп қосаяқта былтыр 3-ші маусым өткеннен кейін мияу қыз деген атақ алдық қой енді. Гүлназым екеуге мияу дей бердіңіз ба? Жоқ, негізі мен ойлаймын да, жобада отырған кезде сенде 2 вариант болады. Біреуі ол сен либо жылайсың, либо сен ұрсасың. Ал мен ол жерде ең дұрысы, мен жылағаным дұрыс дедім ғой. Потому что ол жерде сен ұрсып абырой таппайтының ол факт нәрсе да. Ұрсасың, бетің ашылады, сен ана жақта көріп отқан үлкен апа, ата, әжелер бар, ата-анаң бар, бауырларың бар да, былай айтқан кезде. И мен сол кісілерге сын келмесін деп мен барынша өзімді ұстайтынмын. И көп адамдардан мынандай бір сұрақтар болып жатады, сен 200-сің ба деген сұрақ болады да. Ол сұрақ менің жігітімнің тарапынан да болған негізі. Ол айтады, мен сен жобадағы жалпы қалай айтсам болады, өз-өзін ұстануыңа, соңға қатты ғашық болып бардым дейді. Сен өмірде кішкене басқашасың дейді. А мен айтам да, дұрыс, мен жобада отырдым, мен халықтың алдында отырдым. Мен өз-өзіме ондай еркіндік бере алмадым деймін да. Неге? Өйткені қаншама үлкен ата-апалар көріп отыр. Мен одан бұрын мен ата-анам көріп отырмын, былай айтқанда. Олардың маған берген тәрбиесі да, мен ол жерде біреумен ұрсып бет жыртысып отыратын болсам, сонда әке-шешеме ол абырой емес қой. Сонымен мен енді өмірде ұрысқақпын деп айтпаймын, бірақ ұрысатын жерінде мен адаммен ұрысатын жерінде ұрысамын, күлетін жерінде күлемін. И танымайтын адамдарға мен всегда күліп қарауға тырысамын да. Сол жағынан маған мынандай сөз болды да жігітімнің тарапынан, экс-жігітімнің тарапынан, сен как будто инстаграмда өтірік күліп, адамдарға өтірік не қылатын сияқтысың. Кішкене просто будь андай хладнокровный дейді да, қатты күле бермей адамға деген сияқты. Мен айтамын да, оның несі жаман адамдарға күліп қарағанын. Мен сондаймын, иә, мен бұрын
менің характерім мен ұшқалақ болатынмын. Вот студент кезімде мен ұшқалақ болатынмын да, ал қазір мен сабырлымын. Мен өзімді тәрбиеледім былай айтқан кезде. Алматыға, үлкен қалаға келдім. Всегда андай осындай спокойно қыздарды, сабырлы қыздарды қараған кезде мен ғашық болатынмын сондай қыздарға қарап. Мен осындай болғым келеді деп. И мен өзімді тәрбиеледім соған. Енді сен жігітпен жүріп жүрген кезде барлық халық болсын, сен үйіңдегілер болсын, барлығымыз енді сені ұзатуға дайындалдық негізі мысленно. Енді бұл айырылысуың үйіңдегілерге қай жағынан әсер етті, қалай болды? Негізі расымен де қыс мақсаты кету дейміз ғой. Ата-анам, барлығы кәдімгі туысқандарым, туған туыстарым. Настрой ұстап қойған. Өйткені жігіт енді үлкен қадамдар жасады ғой мен үшін. Барлығын жасап енді бүйтіп аузын ашып толтырып мен сырт көзге айтпасам да, ол маған айтпа дейтін істеген жақсылықтарында былай айтқан кезде оны ата-аналарым біледі. Ол маған қандай жақсылықтар жасап жатқан, мен үшін қалай тырысқанын барлығын білгеннен кейін кәдімгідей ойлады, болды, осы жігітке тұрмысқа шығады деп. Екі жақтан да махаббат болып тұрғаннан кейін айырылысқанның өзін мен мамаға тоже недавно айттым. Оған дейін жасырып жүрдім. Инстаграмнан білді ғой былай айтқанда мама. Тоже елмен қатар бірде білді. Мамама қиын болды. Қиын болғанда қалай, кішкене көңілі түсіп қалды. Енді үйдің үлкенімін. Су сепкендей басылды ма? Қуаныштары су сепкендей басылды. Үйдің үлкенімін. Уже жол ашу керек деген сияқты артымда інілерім бар. Сонымен мамам немере көргісі келеді, олардың қатарластарының, құрдастарының балалар, қыздары үйленіп, немере болып жатыр уже оларда. Сосын туысқандар да қоймайды дейсің ғой. Көрген сайын. Қашып шығасың дейді ма? Бізде оңтүстік жақта еще солай ғой. Тұрмысқа шық, деген сияқты қылып айтып жатады. И папам уже кәдімгідей тойға дайындалып кеткен, негізі папам әлі білмейді. Енді мамамнан естиді ғой не болса да. Сол үшін мен жүрегім ең қатты ауырғаны мен ата-анам үшін ең бірінші. Өйткені білем, олар қатты асығып жүрді, андай мені ұзатып қорқады ғой, енді қыз баласы болғаннан кейін өстіп жүріп қала ма, таңдап қала ма деп. Сол себепті ойлаймын, әлі жаспын ғой, енді жасым 26-да не бәрі деп өз-өзімді алдап қоямын арасында. Мен үшін қазір, енді дәл қазір жаңа ара қатынас бастау емес, мақсат тез күйге шығу емес. Мамама да айттым, мама асықпаңыз, когда вот сен сол нәрсе зацикленный болсаң, керісінше наоборот болады. Енді алыстай береді, ол нәрсе алыстай береді. Күтпеген жерден келу керек деймін да. Мен асықпаймын дедім тұрмысқа шығуға. Вот Алла қай кезде бұйыртады, 35 жасымда ма, 35 жасымда шығамын тұрмысқа. Ал оған дейін мен карьерамды қоямын алға. Сол карьераның жұмыстың арасында жүргенде өз кездесетін адам кездеседі. Мені шын сүйетін, менің қадірімді білетін, мені қалай бар, солай жақсы көре алатын адам кездеседі деп ойлаймын сол уақыт аралығында. Келесі сезондарда Қосылайыққа оралуы мүмкін ба Меруерттің? Жоқ, мен уже оралмаймын. Қайта барып қадірімді кетіргім келмейді, сыйымды кетіргім келмейді. Мен ойлаймын енді. Или эфирден шаршадың ба? Эфирден шаршағанда ол да бар. Ол жерде азынан кешке дейін отырғаннан кейін эмоция неше түрлі, сен өзіңде басында проблема болмаса да, сен басқа біреудің проблемасын көріп, соған басында ауыртасың. Азындай, қалай айтсам болады, эфирден басқа сенде өмір жоқ болып қалады да, былай айтқан кезде. Жұмысты кім істейді, ақшаны кім табады, ол жерде отырсаң отыра бересің. Мен жобадан өзіме керек нәрсе, көп нәрсені алдым. Енді мен қазір қайтадан барғаннан ол жерден бір қалай айтсам болады, тұрмысқа шығып кету мүмкіндігі де аз деп ойлаймын. Енді ол жерде маған дәл қазір барсам. Ең бастысы адамдар көрді, жобада мен сияқты қыздың бар екенін, осы әлемде осындай қыздың бар екенін көрді. Ал табатын адам болатын болса, өмірде де уже мені таба алады деген сияқты. Енді саған қатысты емес бір сұрақ бар. Қыздардың тұрмысқа шыққанға дейінгі пәк болу, өздерінің арын сақтауы, соған сен көзқарасыңды айтып жіберсең. Негізінде көзқарас бәрібір қыз баласы болғаннан кейін ол өзінің абыройын сақтау керек та. Бірақ әркімнің өзінің өмірі бар. Әркім өзінің өмірін қалай сүргісі келеді, солай сүреді. Дін жағынан алып қарайтын болсақ, біздің қазақилық жағынан алып қарайтын болсақ, ол әрине дұрыс емес. Но қалай айтсам болады, әр адамның өзінің жеке құқығы, былай айтқан кезде, қалай өмір сүрем десе де. Сол себепті де жеке басым
әрине сен өзің ер азаматыңа таза пәк күйінде барсаң, одан асқан сенің ер азаматыңа ғанибет жоқ дегендей ғой былай айтқан кезде. И одан кейін отбасылық өмірде сенің бетіңе басылулар болмайды деген сияқты. Оның барлығы уже в дальнейшем жас кезде ақымақтықпен болып қалатын кездер болатын шығар, бірақ кейін сен отбасылық өмір құрғаннан кейін кім кепіл сенің күйеуің соны сенің бетіңе баспасқа дегендей ғой. Сол себепті бәрібір де бір нәрсені істердің алдында адам ойланып жасау керек. Үйді менің ойымша, именно біздің қазақи менталитетке сол тура келмейді. Именно қазақтар, мысалы анау жарайды ондайына көз жұмып алады да, потом кейін өзі соған бетіне басып, мыжғылап, мысалы ол орыс болсын, или болмаса бір Америкада болса, ол бетіне баспайды ол затты. Именно біздің қазақтар, типа, немқұрайлы қарайды да бүйтіп. Ну ладно дейді да, потом бетіне басып, қырылысып, сол каждый ұрысқан сайын соны айтып, просто ойлаймын, что жігіттерге айтарым, главное өздеріңіз тыныш жүрсеңіздер, сосын сондайына қарап алатын болсаңыздар, ешкім бетіне баспайды, нормально өмір сүреді. Негізінде, былай қарап тұрсаң, жігіттер өздері сол нәрсені требовать етеді да, қыз баланың сондай болу керек, андай болу керек, мындай болу керек дейді да. Ал өздеріне келген кезде, они же сами тоже не ангелы, былай айтқан. Например, дінде айтылғанда, қыз бала өзінің арын сақтау керек деп айтқанда, бірақ дінде айтылмаған ғой, ер азамат, сен қоя бер бар, сен нәпсіңді тыймай жүре бер деген әңгіме жоқ қой ол жақта. Ол жақта да айтылған ер азаматқа, сен нәпсіңді тыйып жүру керексің деп. Сол сияқты ер адам өзі ол нәрсеге лайық болмай тұрса, әйел адамнан ол нәрсені требовать еткені, кейін бетке басқаны, мақұл требовать етсін, бірақ алғаннан кейін бетке басу дұрыс емес, неге? Өйткені ол өзі жас кезінде налево направо жүрді деген сияқты. Меруерт, енді сенімен біз біраз әңгіме айттық. Саған келгеніңе рахмет, уақыт бөлгеніңе, келгеніңе, сұхбат бергеніңе. Саған алдағы уақытта сәттіліктер тілеймін. Өз ісіңнің маманы бол, өз ісіңнің жемісін же дегім келеді. Көрермендерге соңғы рет бір нәрсе айтып болсаң айтсаң болады. Көрермендерге не деймін енді? Строго не судите деп қойса. Егер бір қателіктер кетіп жатса, былай айтқан кезде негізі біреудің көңілінен шығу үшін өмір сүрмеу керек, мен соны түсіндім. Потому что көп осы уақытқа дейін мен, кажется, біреудің көңілінен шығу үшін өмір сүрген сияқтымын да, кому-то угодить дейді ғой. Өзіңіз үшін өмір сүріңіз, алға мақсат қойыңыз, сол мақсатқа жету үшін талпыныс жасаңыз, үйде жаңағындай қолыңызды жайып қойып жата бермей, еңбектеніңіз, ақша табыңыз, бай қуатты болыңыз, біздің қазағымыз дами берсін дегім келеді, болды. Жақсы. Құрметті көрермен, бүгін біз Меруерттің бұрын соңды айтылмаған сырларын сіздерге айттық деп ойлаймын. Көкейіңізде жүрген сұрақтарға жауап алдыңыз деп ойлаймын. Сол себепті, егер видеомыз ұнап жатса, сұхбатымыз көңіліңізден шығып жатса, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Келесіде кім келсін, онда жаза кетсеңіз болады. Біздің каналға тіркелсеңіз болады. Бізде постоянно осындай қатысушылармен эфирде айтылмаған сырлармен бөлісіп отырамыз. Біздің интервью өтуіне көмектескен Алматы қаласында Wine бар. Көптен көп рахмет айтамыз. Осы ресторан, дәмді тамақтар келсеңіздер болады. Адресі Жамбыл 77. Ученский шын жүректен. Рахмет, Меруерт. Рахмет. Сау бол. Пока.